мен Месайжан KZ және бүгінгі видеомыз фан встречада берген сыйлықтар туралы болады. Бүгінгі видеода маған көрермендерім сыйлаған күшті осыншама өте көп сыйлықтарды бірге ашып қарайтын боламыз. Мен кешегі күннен бері оларды дұрыс қараған жоқпын. Арнайы осы видео үшін бірге сюрприз болып ашайық. Алдын ала осы сыйлықтарды берген менің ең керемет тіркелушілеріме көп рахметімді айтқым келеді. Олар осы фан встречама келіп қолдау көрсетіп, онымен қоса сыйлыға келгендеріңізге рахмет. Және де қазір соларды ашайық. Ал енді кезекпен кезек сыйлықтарымызды ашайық. Мен сол қолымдағы бірінші сыйлықтан бастаймын. Бұл пакеттің ішінде осындай блокнот жатыр. Бұл блокнотты басқа бір қыз берген болатын, бірақ қолымда ұстап жүрмес үшін осыған салып қойдым. Рахмет. Ал енді осы коробканың ішінде не бар екенін көрейік. Бұның ішінде күрең тәттілер, Milky Way, M&M's, ақ түсті KitKat, сосын Twix. Көп рахмет. Мен тәтті құмар адаммын, сладостерді өте қатты жақсы көремін, сондықтан енді осының бәрін шаймен ішетін боламын. Рахмет саған. Келесі сыйлық осындай өте әдемі пакеттіктен. Ішін ашайық. Ішінде осындай блокнот клеткаларымен. Рахмет, қолданатын боламын. Ішіне видеоға идеялар жазам. Немесе сабақ басталады ғой, бір-екі айдан кейін сол кезде қолданатын боламын. Рахмет. Және ішінде плитка шоколад жақсы көремін. Және де мен ең сүйікті батончиктарым, осы Good Mix батончиктарын қатты жақсы көремін. Маған олар өте қатты ұнайды, сондықтан көп рахмет. Жоқ, ішінде тағы да бірдеңе бар екен. Браслет. Рахмет саған көп. Есімін жазбаған. Бірақ осы видеоны көріп тұрсаң, саған алғысымды айтамын. Келесі сыйлық осындай пакетикте. Ішінде хат жазып жүрген өзі туралы. Бұны маған берген Анель деген қыз, жасы 11-де екен, өзінің каналы да бар екен. Көп рахмет, Анель. Және де оның пакеттің ішінде мынадай қорап. Бұл жүректің ішінде. Мен әлі ашып көрген жоқпын, шын айтамын, кешеден бері. Сондықтан өте қатты қызықты. Сондықтан мен бүйтіп қараймын, себебі сіздер бірінші көресіздер. Не бар екен? Бұл гүлдер, мен білетін сияқтымын, бұл гүлдер сабын ба? Ванналарға толтырып, осындай сабындарды қоқып қоятын гүлдер. Деймін, қателеспесем. Рахмет көп. Келесі осындай кішкентай қорапта. Оның ішінде бұл пластилин легкий, мен қателеспесем. Және ішінде осындай слайм бар. Көп рахмет. Менің сіңілім осындай слаймдарды өте қатты жақсы көреді, осындай пластилиндармен ойнайтын боламын. Көп рахмет. Келесі осындай кішкентай өте әдемі пакетикта не бар екенін көрейік. Мынау шығып тұрған тканевая маска дейді. Мен маскаларды өте қатты жақсы көремін. Әсіресе тканевая. Міне осындай маска для лица. Және ішінде крем мыло дейді, бархатный ручка. Рахмет. Және ол өзінің хатын жазып кеткен. Қазір оқимыз. Видеода оқы дейді. Привет, Айжан. Менің атым Айым дейді. Айым, рахмет сыйлығынан. Мен сенің оқырманыңмын. Сен өте жақсы қызсың дейді. Сенің видеоларың маған қатты ұнайды. Саған тек сәттілік тілеймін дейді. Сәлеммен, Талғатова Айым. Көп рахмет, Айым. Мен де сіздерді өте қатты жақсы көремін. Ендеше келесі сыйлыққа көшейік. Сондай көбелектің коробкасында. Оның ішінде осындай рамочка, яғни ішіне сурет салу керек. Рахмет, ішіне бір әдемі бір суретімізді салып қоямын. Немесе біздің фан встречадағы суретімізді шығарып, ішіне осыған салып қоямын. Және де ішінде менің ең сүйікті шоколадым Баунти бар. Мен Баунтиді өте қатты жақсы көремін. Шоколадты да өте жақсы көремін. Рахмет. Маған бір открытка бірдеңе жазып кеткен. Жазып көрейік. Аршат деген қыздан. Және күшті. Осындай өте сүйкімді жүректі салған. Көп рахмет. Өте әдемі салады екенсіз. Келесі сыйлықты мен кішкене білетін сияқтымын. Себебі бұны кеше фан встречада бір қыз маған арнайлап көрсетіп берді. Мен білем. Бұның ішінде
Менің осы инстаграмға салған суретімді рамкаға шығарып салып берген просто күшті. Өзіме шын айтам, өте қатты ұнайды, көп рахмет. Және де сонымен қоса ішінде осындай қорапша бар, кішкентай желек. Оны әлі ашып көрген жоқпын, бірге қарайық. Ішінде браслетик бар, рахмет, және де хат жазған. Қазір алайық оны. Сәлем Айжан, маған сенің видеоларың қатты ұнайды. Сен өте әдемісің. Queen NI'ден дейді. Дұрыс оқыдым деп ойлаймын. Видеода оқышы дейді. Көп рахмет. Queen.ni страницасындағы қыз. Осындай сүйкімді, бір күшті сыйлықтар бересіздер. Рахмет сіздерге. Сыйлық осындай пакетте. Ішінде рамкаға мен суретін қайтып салған. Күшті. Фан встречада ма осы қай бір видеода көрсетті, маған қыз берді сөйтіп. Күшті. Рахмет. Мен инстаграмдағы фотосессиямдағы суретті шығарған жаңа жылдағы. Көп рахмет. Және тағы да бірден бар ішінде. Ішінде шоколад. Жақсы көремін мен. Сосын тағы да шоколад. Рахмет. Және де осындай записочкалар көткен. Қазір көрейік. Әдемі қонжықтардың суретін салған. Көп рахмет. Қараңыздаршы, мен суреттерімнен осындай коллаж жасап шығарған. Күшті. Енді оқып көрейік. Сәлем Айжан, біз сенің сүйікті тіркелушіңбіз. Видеоларың бізге өте қатты ұнайды. Сенің адамдарды еліктіргіш қасиетің бар сияқты дейді. Арнаңа кірген сайын шыға алмай қаласың. Саған тек жақсылық тілейміз. Арнаңда 100 мың тіркелуші болып, күміс патронасының иегері бол. Қазір 90.730 тіркелуші бар. Әрі қарай дамый бер. Көп рахмет. Шынымен де осындай тілектеріңізге алғыс айтамын. Мен де сіздерді өте қатты жақсы көремін. Сіздер маған мотивация бересіздер арардай видеоларды одан да әрі күшті түсіруге. Айтуға ұмытып кетіппін, бұл сыйлық Аидадан. Келесі сыйлыққа көшейік. Ол осындай пакетикта. Ішінде слайм. Ашып көрейікші. Байқасаңыздар, ішінде осындай клубника нелер бар. Қандай кайф. Дәл осылай жалғастырып тұра беретін болсақ, видеомыз ұзақ болып кетер. Сондықтан оның келесі сыйлығына көшейік. Сонымен қоса оның ішінде осындай анкета блокнот, дневник для девочек тұр. Менде осындай дневниктер 4-ші класста болған. Менде әлі күнге дейін ол үйде бар. Ішінде класстастарымыз, достарымыз сөйтіп апа сіңілдеріме беретін, олар толтыратын. Ішінде номер, атыңды жазады, сосын осыған тілек жазып кетеді. Көп рахмет. Ал енді соңғы мынадай 2 пакетик қалды. Мынадан бастайық. Бұл пакеттің ішінде осындай сүйкімді единорожка тұр, Айжан деген жазуымен. Көп рахмет. Бұны Азиза берген. Ең әдемі блогер. Айжан, саған тек бақыт пен денсаулық тілеймін. Рахмет. Суретті әдемі салады екенсің. Маған единорожкалар қатты ұнайды. Және оның ішінде Пеперо. Пепероны ұнатамын мен. Көп рахмет. Ішінде тағы да бар ма? Көрмей қалды. Ішінде баунти бар. Баунтиді қатты жақсы көремін. Ішінде еще мындай браслетик бар. Тыңдап көріңізші. Тағы ішіне осындай записочкалар қалдырып кеткен. Мисс Айжан KZ дейді. Инстасы осындай екен. Міне. Көп рахмет, Азиза. Ал енді соңғы сыйлығымызға көшейік. Бұл сыйлықты маған Арайлым деген қыз берген. Сыртына жазған. Сыртын қойшы қойған, қазір ашып көрейік. Ішін ашып көрейік. Вау, қаншама зат. Ең бірінші тұрған ол мынадай абадол, түсті әдемі. Рахмет, мынаны сабаққа киюге болады. Күшті. Пакеттің ішінде тағы да бір пакет тұр, осындай аксессуриз дегендей. Ішінде өте көп әдемі әшекейлер бар. Браслет, моншақ, мінекей.
көп рахмет, өте тағатын боламын, олар өте әдемі екен. Және тағы да ішінде блокнот бар осындай. Бұны да қолданатын боламын, себебі маған блокноттар керек әрқашанда. Және ішіне осындай кішкентай слайм жасаған. Көп рахмет, күшті слайм. Жұмсақ сондай. Және тағы да ішінде осындай тәттілер бар. Көп рахмет. Осымен менің видеом аяқталуда. Осыншама сыйлықтарыңызға көп рахмет айтамын. Және де менің кездесуіме келгендеріңізге көп рахмет айтамын. Мен сіздерді жақсы көремін. Осы видеоға лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Инстаграмым туралы ұмытпаңыздар. Оған да тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Айжан. Сау болыңыздар.